8 миллион қазақстандық жалпыға бірдей мүлік және табыс декларациясына босатылды. Бұл шешім кеше үкімет отырысында қабылданды. Шешім жеке құрылымдардағы қызметкерлерге, зейнеткерлерге, үй шаруасындағы әйелдерге және студенттерге қатысты болды. Алайда кейбір ерекшеліктері бар. Мысалы, егер 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мүлік сатып алса, онда оған салықтық есептік ұсыну қажет болады. Бұл туралы толығырақ тілшіміз тарқатады. 2021 жылдан бастап елімізде кезең-кезеңмен жалпыға бірдей декларациялау басталды. Жыл сайын жаңа азаматтық санаттар жүйеге енгізілді. 2025 жылға қарай декларациялау барлық жеке тұлғалардың санаттарын қамтуы керек еді. Оның ішінде зейнеткерлер, студенттер, үй шаруашылығымен айналысатын әйелдер мен жеке құрылымдардағы қызметкерлер де бар. Бірақ соңғы шешім бойынша олар декларациялаудан босатылды. Алайда егер олардың шетелде активтері болса, салықтық есептілік ұсыну қажет болады. Табыс пен мүлік туралы декларацияны жеке нотариустар, адвокаттар және жеке практикамен айналысатын басқа тұлғалар тапсыратын болады. Сондай-ақ өз бетінше табыс тауып, оны салықпен төлеу керек адамдар да декларация тапсыру қажет. Егер олардың шетелде банктік шоттары немесе мүліктері болса, онда олар да декларацияны ұсынуы тиіс. Шынар Жұмабайдың айтуынша, егер адам 20 мың айлық есептік көрсеткіштен астам құны бар мүлік сатып алса, бұл бүгінгі таңда 74 миллион теңге. Онда ол декларация тапсыруға міндетті болады. Сондай-ақ ол адамдардың декларацияны ерікті түрде тапсыруға құқығы бар екенін, бірақ салықтық бақылаудың да жүзеге асырылатынын атап өтті. Қазір барлық цифрлық деректер базаларынан, соның ішінде екінші деңгейлі банктерден ақпарат алу механизмдері әзірленіп жатыр. Мысалы, Иванов 40 миллион теңгеге пәтер сатып алды. Мемлекеттік кірістер органдары оның табысын және банк шоттарын тексереді. Егер есептік жылда ол тек 5 миллион теңге табыс тапса, ал депозиттер болмаса, онда оған хабарлама жіберіп, мүлік сатып алу үшін табысының қайдан алғанын түсіндіру сұралады. Декларациялау мемлекеттік қызметшілер, жеке кәсіпкерлер мен квазимемлекеттік сектор басшылары үшін міндетті болып қалады.